Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен экономика бөлімдерін қарастырамыз. Шағын деңгейдегі экономикалық үрдістерді қарастыратын экономика бөлімін микроэкономика деп атаймыз. Микро сөзі грек тілінен аударғанда шағын деген мағынаны білдіреді. Микроэкономика ол экономикалық агенттердің ішіндегі тұтынушының, фирманың әртүрлі нарықтағы іс-әрекеттерін түсіндіретін экономикалық теорияның бір бөлімі болып табылады. Мысалы үшін, монополия нарығындағы фирманың іс-әрекеті. Жетілдірілген бәсеке нарығындағы фирманың іс-әрекетін микроэкономика қарастырады. Экономиканың келесі бөлімі мезоэкономика деп аталады. Мезо сөзі грек тілінен аударғанда аралық деген мағынаны білдіреді. Және мезоэкономика белгілі бір саланың және салалар арасындағы экономикалық үрдістерді қарастырады. Мысалы үшін, ауыл шаруашылығы экономикасы мезоэкономикаға қарасты болады. Сонымен қатар мезоэкономика аймақтар мен аймақтар арасындағы экономикалық үрдістерді қарастырады. Және де өндірістік кешендердің іс-әрекетін зерттейтін экономиканың бөлімі мезоэкономика болып табылады. Өндірістік кешен дегеніміз не? Ол территория жағынан жақын орналасқан және экономикалық өзара байланысқан экономикалық объектілерінің жиынтығын өндірістік кешен деп атаймыз. Мысалы үшін, көмір кен орталығы мен сол көмірден жылу өндіретін жылу электростанциясы жақын орналасқан болса, бұны біз өндірістік кешен деп атаймыз. Келесі экономика бөлімі макроэкономика деп аталады. Макро сөзі грек тілінен аударғанда үлкен деген мағынаны білдіреді. Және макроэкономика экономикалық үрдістерді ұлттық экономика деңгейінде қарастыратын экономикалық теорияның бір бөлімі. Және макроэкономика дегенде біз Қазақстан территориясындағы барлық фирмалар өндірген өнімді айтамыз. Және макроэкономика дегенде біз осы республикамызда орналасқан барлық тұтынушылардың іс-әрекетін айтатын боламыз. Және макроэкономика экономикалық үрдістерді түсіндіру үшін агрегатталған көрсеткіштерді қолданады. Мысалы үшін, жаңа Қазақстан территориясындағы барлық фирмалар өндірген түпкі өнімді біз жалпы ұлттық өнім дейміз. Сонымен қатар макроэкономика микроэкономикада кездеспейтін концепцияларды түсіндіреді. Ол жұмыссыздық, инфляция секілді концепциялар. Экономиканың келесі бөлімі әлемдік экономика немесе мегаэкономика деп аталады. Әлемдік экономика ол халықаралық экономикалық қатынастармен өзара байланысты ұлттық экономикалардың тұтастығын зерттейтін экономикалық теорияның бір бөлімі болып табылады. Және әлемдік экономика ол мемлекеттер арасындағы еңбек ресурстарының ағымдарын зерттейді, капитал ресурстарының ағымдарын және басқа да ресурстардың ағымдарының заңдылықтарын зерттейтін экономиканың бір бөлімі болып табылады. Демек, экономикада келесі бөлімдер бар. Ол микроэкономика, мезоэкономика, макроэкономика және әлемдік экономика. Назарларыңызға рахмет.